Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен өзімнің косметикама обзор түсіретін боламын. Ендеше кеттік. Бұл жерде мен сіздерге сәлем жолдап жатырмын. Біріншісі менде кірпік жабыстыратын, оның қасына қас бояйтын бояу. Қасымды осымен кисточкамен бояймын. Бұл жерде мен сіздермен шынайы боламын. Как есть, так есть сіздерге көрсетемін. Бұл менің косметичкамның іші. Көргендеріңізде ішінде тоналка барлығы тұр. Ең бірінші мен сіздерге тоналкамды көрсетіп жатырмын. Бұл мерке тоналкасы, сіздерге советую, өте күшті, бетті ақ қылып тұрады. Мысалға қара торы келген қыздарға өте пайдалы. Келесі менде осындай помада. Бұл помада өкінішке орай менде бітіп қалды. Бірақ бұл прям ерінге жаққан кезде күшті свет беріп тұрады. Келесі туш. Туштың бұл апам сыйлаған, өте күшті. Бояған кезде туш андай ағып, несеп кетпейді да. Кәдімгідей күшті болып тұрады. Қарасаңыздар болады. Бұл менің екінші косметикам, яғни мен косметикам келген кезде осылай ортасын кесіп, ішіндегісін алып, спонжпен бояй беремін. Келесі бізде дейтін тень бояйтын бояу. Көріп тұрғандарыңыздай мен ана қызылмен өте көп бояймын. Ортасы тесіліп қалған ғой. Келесі бізде дейтін қас бояйтын бояу. Кисточкамен қасымда осымен бояй беремін. Келесі менде помада. Біріншісі мен сіздерге көрсетіп жатырған бұл матовый помада. Ерінде кәдімгідей жақсы тұрады. Екіншісі бұл Кейко. Мынаяғы тоже помада, мынаяғы бальзам. Потому что мен ерінім көп жарылғаннан кейін бальзам жағу керек болды. Келесі бұл лак, қызыл түсті. Сосын қасындағысы подводка. Подводканы маған құрбым сыйлаған, өте күшті подводка. Сіздерге советовать етемін. Оны да маған құрбым берген. Бұл фиолетовый карандаш өте күшті. Көзді ашып тұрады. Және де бұл блестящий көзге тоже арналған. Келесі бізде карандаш 04 оттенкісінде. Және де бұл лак тоже гель, прозрачный лак болады. Келесі нәрсеміз университетке бара жатқан кезде кірпігімді осымен қыстыра саламын. Өте кірпігімді күшті көтергізіп тұрады. Келесі менде гелевый гель для бровей және де SPF тоналка жақпас бұрын мен осыны қолданамын. Қазір менде бұл бітіп қалды, бірақ сіздерге кеңес беремін. Басқа, бірақ менде осындай көз бояйтын тендер өте көп. Особенно жылтырақ түрлері, мысалға қызыл және роза түспен көзін боясам, үстіне осындай жылтырақ блескімен тоже растушевка жасап жіберемін. Келесі бізде дейтін осындай Кореядан мама подругам берген болатын. Біреу шыққан кезде үстіне қойсаңыз кетіп қалады. Бұл менің туштарым. Осы видеодағы фиолетовый тушым бітіп қалған. Екінші қара тушым да бар, бірақ ол қатты ұнай бермейді. Сол үшін осы видеода көрсеткен золотой цветтегі туш өте күшті. Кәдімгідей бояған кезде көзіме ағып, ондай ештеңе болмайды. Сіздерге совет беремін осы тушты. Келесі бұл бізде лак кетіретін жидкостьпен және тоналка. Мен бұл тоналкамен қолданбаймын, өкінішке орай, потому что бұл тоналкамен бетімді бөлі сарғайтып, қара сияқты көрсетіп тұрады. Мен ол тоналка қолданбағаннан кейін мен жаңа айтқандай мерекемен қолданамын. Бұл жерде крышкасы ашық қалды ғой деймін, жидкостьтің ішінде ортасына дейін келіп қалыпты. Достар, менің осымен косметикам обзор аяқталды, бірақ мен видео бітпес бұрын сіздерге өзімнің косметикама ASMR түсірдім, соны көрейік.
достар, осымен асмр видеосы аяқталды. Егер видео ұнаса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.